Армысыздар құрметті спортшылар, жанкүйерлер, эфирде Олимпиада күнделігі бағдарламасы. Рио төрінде алғаш болып ел қоржынына саф алтындардың сыңғырын есіткен жүзуден Дмитрий Баландин мен ауыр атлетикадан Нижат Рахимов және Жазира Жапарқұлдар бүгін елімізге келмек. Ендеше Олимпиада жұлдыздарын бірге қарсы алайық. Бүгін түнде Рио Олимпиадасына аттанған дзюдошыларымыз елге оралды. Олардың арасында жүлдегер атанған Елдос Сметов пен Галбадрах Отгонцэгэг те бар. Спортшылар Амстердам Алматы КЛ 405 рейсімен ұшып келді. Балуандарды күтіп алуға жиналған жанкүйерлердің қарасы да көп. Сондай-ақ Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Елдос Сметовтың ата-анасы да келді. Айта кетейік, Рио Олимпиадасында Қазақстан намысын 6 дзюдошымыз қорғаған болатын. Олардың арасында 60 келідегі Елдос Сметов күміс жүлдегер атанса, 48 келідегі Галбадрах Отгонцэгэг қола жүлде еншілеген болатын. Бұл жеңісімізді Қазақстан елінің тәуелсіздік 25 жылдығына және елімізде егемендік орнатып отқан Қазақстан елінің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлына арнаймын. Қазақ еліне Олимпиада чемпионы болған қандай? енді Олимпиада чемпионы болу, ол сөзбен айтып жеткізу өте қиын. Өте қуанышты сезімдемін. Халқыма, барша жанкүйерлеріме, барша қазақ еліне үлкен алғысымды айтамын. 31-ші жазғы Олимпиада ойындарында Қазақстан тарихында жүзуден тұңғыш рет Олимпиада чемпионы атанған 21 жасар Дмитрий Баландинді бүгін елге оралды. Халықаралық әуежайдан Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек пен қазу ректоры Ғалым Мұтанов, сондай-ақ Дмитрий білім алатын ұлттық университет студенттері, спорт саласындағы ұйымдардың өкілдері, барлығы 300-ден астам жанкүйерлер чемпионды қарсы алды. Өз кезегінде Дмитрий Баландин қала басшысына және өзін қарсы алуға келген барша азаматтарға ризашылығын білдірді. Бізге қолдау көрсеткендеріңізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Сіздердің қолдауларыңызды біз қашанда сезініп жүрдік. Мен үшін елімізді әлемге таныту, көк туды желбірету асқан мәртебе. Алдағы уақытта да елімнің намысын қолдан бермеуге тырысамын. Ата-анасы айтып отыр, бапкерлері, ол күткен осындай жеңіс. Неге десеңіз, жылдар бойы Дмитрий өз ерен еңбегімен, күнделікті сондай жұмысымен талай жеңістерге жеткен. Ал Дмитрий Баландиннің анасы Татьяна Петрованың айтуынша, ұлының бұл жеңісі барша қазақ елінің қуанышы деп отыр. Мен осы күнге дейін өз-өзіме сенер емеспін. Бір түсім секілді күй кешіп жүрмін. Бірақ ұлым бұл Риоға бару үшін күні-түні дайындалып еді. Соның міне енді үміт ақталды. Барша қазақ елінің жеңісімен қуанышы деп білемін. Айта кетейік, Дмитрий Баландин Рио-де-Жанейро қаласының олимпиадалық жүзу орталығында өткен жарыста 200 метрге брас сәтсімен жүзу баған бойынша олимпиада чемпионы атанған еді. Оның көрсеткіші 2-ден 07-46.